Баршаңызға сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Мен сіздерге бүгін түймедақ шайының пайдасы жайлы айтып өтемін. Видеоны соңына дейін көріп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Түймедақ өте пайдалы өсімдіктердің бірі. Себебі оның гүлінде адам ағзасына оң әсерін алып келетін эфир майы бар. Сонымен қатар өсімдіктің құрамындағы флавоноидтар аурудың асқынуына әсер етіп, бактерияларды бірдей жояды. Осы секілді гүлдің пайдалы және зиянды тұстарын білгіңіз келсе, видеоны соңына дейін көріңіз. Түймедақ гүлін іш кебу, іш өту, іштің түйіліп ауруында, асқазан ауруында және де ас қорытудың бұзылуында көп пайдаланады. Сонымен қатар түймедақ тұнбасы мен тұмауды және баспаны да емдеп жазуға болады. Ол қызуды түсіретінде қасиеті бар. Түймедақ жүйке жүйені тыныстандыратын таптырма шөптердің бірі. Ұйқыға жатар алдын түймедақ тұнбасын бір кесе шайдың өзі сіздің ұйқыңызды тыныштандырып, сізге өте мол көмегін тигізеді. Бұл өсімдік бүгінгі таңда косметикалық қолданысқа көп ие заттардың бірі. Ол бет терісінің қызаруын басып, ондағы бөртпелерді кетіреді және де майлы бетті тазартады. Түймедақ гүлінің тұнбасымен компресс жасап, көзіңізге қойсаңыз, көздегі шаршауды басып, қызарғанын қайтарады. Сонымен қатар бұл өсімдіктің шашымызға тигізер пайдасы да өте мол. Мәселен, шашыңызды тазалап сусабынмен жуып болғаннан кейін шашыңызға осы түймедақ тұнбасымен шашыңызды сіз шаятын болсаңыз, сусабынның құрамындағы химиялық заттарды өзіне сіңіріп, сіздің шашыңызды нәрлендіреді әрі қатайта түседі. Сонымен қатар шашқа табиғи жылтырлық сыйлап, шашыңызды жібектей жұмсақ етеді. Әсіресе майлы және қайызғағы көк шаштарға осы түймедақ тұнбасы жақсы көмектесе алады. Тыныштандыратын шай. Бұл шайды дайындау үшін сізге түймедақ тұнбасының бір шай қасығын алып және де бір стакан қайнаған суға салып араластырыңыз. Дайын болған тұнбаны 1 сағат тұндырып қойыңыз. Бұл тұнбаны ұйқыға жатар алдын немесе ұйқы қашқанда 1 шай қасық бал қосып ішетін болсаңыз, ұйқыңыз тыныш болады және де таңертең сергіп оянасыз. Сонымен қатар басқа өсімдіктер секілді түймедақ тұнбасының пайдасы мен залал алып келетін тұстары да бар. Мәселен, түймедақтан дайындалған шайды немесе тұнбаны 2 қабат әйелдерге ішуге тұтынуға мүлде болмайды. Себебі болашақ ананың ішіндегі нәрестесіне бұл кері әсер етіп, түсік тастап қою қаупі бар. Сондықтан бұл тұнбаны жүкті әйелдер мүлде тұтынбағаны абзал. Достар, осымен видеоның соңына да келіп жеттік. Видео сіздерге ұнады деген ойдамын. Каналға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар.